Бәріңізге қайырлы күн. Бүгін сіздермен гүлді қырыққабат брокколи туралы айтатын боламыз. Каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Брокколи қырыққабат патшайымы болып саналады. Адамға ең қажетті дәрумендер, минералдар және басқа заттарға бай, құрамы ежелгі Римде белгілі болған. Сол уақыттан бүгінге дейін брокколидің пайдасы мен зияны туралы көп айтылды. Ал бұл гүлді қырыққабаттың неліктен пайдалы және қандай жағдайда ағзаға зияны бар екен айтатын боламыз. Брокколидің пайдалы қасиеттері бойынша брокколи басқа жемістер мен көкөністерден жоғары. Оның құрамында лимон мен апельсинге қарағанда С витамині көп. Сапаржа сияқты басқа У дәрумендерінің арқасында бұл қырыққабат ойық жараларды емдеуде сәтті қолданылады. Брокколи басқа көкөністерге қарағанда мұнда көп мөлшерде болатын бета-каротинге ие. Бұл элементтің арқасында қартаю процесін бәсеңдетуге болады. Брокколиді құрайтын амин қышқылдарының саны бойынша қырыққабат тек С ретінен жоғары. Бұл амин қышқылдардың кейбір бағыт гормоны деп аталатын эндорфин гормоны шығарады. Сондай-ақ брокколиді үнемі қолдану қанның күйі мен құрамын жақсартады. Оның талшығының арқасында брокколи ас қорыту процестерін қалыпқа келтіруге, ішектерді табиғи түрде тазартуға, адамды іш қатудан босатуға көмектеседі. Жалпы брокколи қырыққабаты біздің денсаулығымызға зиянды емес, бірақ кейбір түрлеріне оның пайдаланбаған дұрыс. Мысалы, брокколи сорпасы құрттан құтылуға көмектескенмен, оның құрамында адам ағзасына зиянды аденин мен гуанин бар. Бұл брокколиді пісіру кезінде көкөніс сорпаларына қосылмауының негізгі себебі тек осында. Сорпа дайындалғаннан кейін қуырылған брокколи, майлы майға қуырылған қырыққабат көптеген пайдалы қасиеттерін жоғалтады және орнына канцерогендер түзіледі. Ал шикі брокколи бұл қырыққабатты жеудің ең жақсы нұсқасы. Бірақ асқазанның қышқылдығы жоғары және ұйқы безінің проблемалары бар адамдарға ұсынылмайды. Нәтижесінде біз брокколидің адам үшін пайдасы баға жетпес екенін түсіндік. Ол біздің ағзамыздың көптеген мөлшері мен жүйелеріне керемет әсер етеді. Брокколи іс жүзінде зиянсыз, ал егер сіз одан барынша пайда алғыңыз келсе, және оны шикі тағамға қосқан дұрыс. Ал сіз брокколи қырыққабаты туралы тағы да не білесіз? Комментарийға жазып кетсеңіз болады. Каналыма лайк басып, жазылуды ұмытпаңыздар.